Айтады, ең біріншіден қайсы дінді біздеп жүреді? Буддизм ба, кришнаизм ба, және басқа измдер көп қой жаңағыдегі. Солардың қайсысы деп. Бұл ешқандай изм емес, ең бірінші дін бұл ислам діні. Ең бірінші және ең ақырғы дін. Тек қана адамдар бұл дінді бұзып отырған. Сол дінді бұзып отырған сайын Алла субхану ва тағала оларға пайғамбарларды жіберіп отырды. Енді елшілердің ең біріншісі Нух алейхиссалам, ең ақырғысы және біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Әрі елші, әрі нәби, әрі елші, әрі пайғамбар, бұл біздердің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарлардың ішінде улил азми минар русул дейді. Елшілердің ішіндегі ұлы елшілер бар. Олар Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам және біздердің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ бүкіл пайғамбарлардың ішінде ең абзалы бұл біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам.